Ау? Интервью алсам бола ма? Интервью. Түсіруге бола ма? Телевизордан көрсетесіңдер ма бұны? Иә. Давай. Хабардан көрсетеміз. Ой, давай, братчика, ұрамыз ғой. Ауылда сәкөш, пәкөштер көріп отыр деші, короче. Сәлем, Сәкөшті. Көтеріліп кетесің десе, Таныстарыңызға рахмет. Ой, сәлем жолдасаңыз болады. Сол ауылда класстастар ғой, қыты, чықма, пішөн, короче. Өзіміз райондағы балалар ғой. Пішөн, мен насыбайың менде қақ кетті деп қоясың ба? Абарып беремін кешке, родной. Қайрат Нұртас жайлы білесіз, бізде сол туралы сұхбат болып жатыр да. Қайрат Нұртас? Ана, бүйте беретін ба? Деп бере аласыз кәдімгі. Базар шыл, әнші қатырат бар ғой. Жүрегіңді ұстап тұрды ғой. Базар жоқ, дерскі әнші бар ғой. Аслан, мемдарын білесіз, мемдарын. Шәңкілде деп қалады, әлеуі. Қалай? Сей дейді мана. Шашлығым Қайрат май Нұртасын деп қоясың, короче. Шашлығым май деген өлең жері бар ғой. Темек шекпейсіңдер ма? Темек, жоқ. Біз зожбыз ғой. Тамаққа той болып өтті да, ужиншы болып өтті. Коллективте братан туған күні болған ғой, маған так кепші. Ұрып ағамыз, бір темекі болса өліп кетейін деп тұр да, тамақтың артынан. Нос атып, миы кеуіп кетті тұр, әңгімен, ашығы бол. Че там, маған телевизордан көрсетесіңдер ма? Ибам, насыбайларың дабыстаңдар ерде мағыз қарап өш. Мамашылар көріп отпас дейді. Біз цензура ғой бізде. Цензурасы бәрі ашық. Давай берем ғой, давай не сұрақ ол, айтшы. Сол Қайрат Нұртас жайлы. Қандай артисттар тағы тыңдайсыз? Қайрат Нұртастан басқа. Қайрат Нұртас енді мынау мұңда шыққан әншілер ғой, біз енді баяғыларын тікін тыңдаймыз ғой. Айқын. Айқыныңды білмеймін. Алдабай. Біз кімдер ғой? Музар. Мынау баяғана Совет өкіметінің кезіндегі Алла Пугачева. Алла Пугачева. Молодец, сол жақсы айтады. Басковтер, Киркоров, міне әншілер. Мына біздің Ескендір Қасанғалиев ағаларымыз қалай айтатын еді. Мына кезінде мынау өздерің білесіңдер, Совет өкіметінің кезінде 91. 91. Көзіңді жұмысы бір сәтке деп қояды. Міне. Мін сол жігіттер жаңалық істеп жатыр ғой, короче. Керемет. Өлтіріп жатыр да бұлар. Бұл атаңеден, да, өзімде өлең айтамын мен. Қандай өлең айтасыз? Мен өлең айтқан кезде балдар. Ой, жана мынау ше, жолда қалады. Қара. Оппа, өте қоясың өр. Ей, да қоясың. Да қоясың өр. Деп найыр қима. Өзім шығарғамда деп жеңілер. Қалай? Жақсы айтам ба? Ол беріп қойыңыз. Болды. Давай. Мына қашын шығарасыңдар телевизорда? Осы 1-2 аптаның аралығында шығар. Бізде үйде мына хабар ғана көрсетеді. Как раз ғой хабар. Хабардан ба? Иә. Сағат қаншада? Сағат примерно 8-де ғой, кешкі. Сағат 8. Бүгін ба? Бүгін емес, осы 1-2 аптаның. Болды. Қарап отырам. Болды, рахмет сізге. Ал, давайте, жігіттер. Удачи, ішпеңдер, ішпеңдер. Шетін болсаңдар, кеңдер. Как раз бас ауыртыр деп қоясың ғой, қарача. Саламатсыз ба? Білесіз ба, кеше қандай случай болған паркте? Мен енді охранникпін ғой. Сол охранник, мына жақта танкі бар, сол танкінің қасында ұйықтап қалғам ғой. Байқаусыздан шаршағам. И Басекен көріп қойып келіп, бір тепті да, танкінің кілті қайда дейді ғой. Мен жаным ашқанда Алмас. Танкың келді қайда? Танкың келді қайда? Қойшы. Ойбай, Басеке, танкі қақты. Қақта, іздесің? Ойбай, тұртуған ерде, Басеке, білмем қойшы. Есін білсемес па? Тауып берем, Басеке, тауып берем. Тауып берем. Білмеймін жеше. Басеке, кешір, тауып берем, Басеке, білмеймін. Мен қазір айдағым кеп тұр ол танкі. Танк айдағым кеп тұр дейсіз ба, Басеке? Таптым, Басеке. Не болды? Таптым, Басеке. Бір вариант бар, Басеке. Қандай? Айтшы бұл тезсіз, айтшы. World of Tanks деген ойынды білесіз ба? Танкімен жүресіз, Басеке, короче, атсас, шапсас, қырғын. Бана ойын ғой, короче, Басеке. Ойбай, Басеке, жүр, қазір бар ойнатайын мен сізге. Жүр, қақта.
Ең маңыздысы World of Tanks ойыны тегін, және де оптимизациясы ең жоғары деңгейде. Әлсіз компьютерлер де ойынды көтере береді. Сонымен қоса 600-ден астам танктердің түрлері, көптеген карталар, ойынның графикасы бір сөзбен айтқанда мощный ғой. Ал жаңа ойыншылар үшін сыйлықтар бар. Бір апта премиум аккаунт, танк T2LT 4000 күміс және арендаға T127 мен BT7. Ойбай, братан, World of Tanks деген мықты ойын осы ғой. Достар, сіздер де төмендегі сілтеме бойынша кіріп, осы ойынды жүктесеңіздер болады. Девушки, извините, здравствуйте. Вы знаете, что у нас сегодня парк закрылся, да? А мое сердце открылось. Вот, что хочу говорить, вот. Вы втроем здесь, типа, гуляете, да? Да, гуляем. Типа, меня ищете, да? Вот. Да ладно, девушки. Я женат, я пацан. Угораешь, да? А? Мороженое там, ау-мау там, куда? Давайте я вам угощу, а? Чай, пай, беляши, пирожки, там, что там, порт-морт. А? Беляш? Поехали, потусим, а? Кім қарындасың? Это, как вас зовут? Как вас зовут? Вас как зовут? Оружан. Оружан? Можете нас наедине оставить, а? Вот? Ну, типа, Оружан. Ну, Оружан. Ару. Жаным. Здравствуйте. Извините, можно спросить ваш? Угораете, да, вот. Я вам вот смотрю, да, вот тело, да, я понимаю, да, вот, грубо говоря, да, вот. Вам салхан не подходит? Ну, как бы открылся, да, вот магазин открыть не могу. Ну, извините, как вас зовут? Парк не работает? Нет, все, можно познакомиться, айналайын? А? Нет, шанс. Извините, ну, не против, братан? Смело, дарю, брат. Серьезно? Это лошадь. Хочешь лошадь? Не, просто серьезно. Просто о балда аж жел қарыс қалады да, вот. Девушка, вот мечта, вот, да, вот. Можно вот здесь стоять, а? Мечта, вот-то вот, как ваши, вот таких девушек я вот. Ненавидишь? Нет, наоборот, как вы девушек, я вот только на картинках, да, вот видел, вот мое, это далекий, вот, мечта, да, вот, можно один раз вот обниму, да, вот. Да. Все, поцелуй. Братан, подожди, какой сурет, братан, ё! Не пускай, короче. Аур. Не пускай. Жестко, блин. Снимает. Қалай странное. Здравствуйте. Вы кого-то ждете? Вы на парк, да? Девочка где-то здесь. Девушка где-то здесь. Свою девушку ждете? Не свою. Я на свидание попал. Не свою? На свидание позвал. Типа вот так, вашего другина девушка, а вы, типа, он Нет, с вами нет. изменяет. Вы что-то перегибаете. Просто. Я позвал девушку на Не, свидание сюда. Не, смотрите, вы же говорили, я жду не свою девушку. Нет. Получается, другого Это- человека это девушка. еще не девушка моя. Типа я... Еще не девушка. Она уже мать. Нет. Вот, молодежь пошли. Ну зачем так испортить молодую семью? Да. Ну, Я бы себя нормально. я бы себя не уважал бы, если так. Ну нормально объясните, вот я вообще не пойму вам. Я Вы ждете? познакомился с девушкой. Вы по познакомились? интернету. Ага. Жду ее. Сегодня первый раз видитесь. Удачи тогда, братан. А вы зачем вот сразу так вы мне сказали? Давайте, удачи. Я написал как раз, я возле охранника, по сути. Все хорошо, без проблем. Есть что, там как бы совет, как понадобится, вы Хорошо. обращайтесь. Ну как бы Я постараюсь у меня 4 женщины есть.
Я 4 раза женился, да, вот как бы... круто. Ау, Это круто. это, конечно, круто, но асырау жағынан не круто. Ну, как бы это их обеспечивает, да, вот. Зарплата Это 40, правда. Да. зарплата 45 тысяч тенге. Не Вот. каждый потянет. Ну ладно, если что, обращайтесь. Да, ну, я хочу, типа, спрашивать, вы же вчера с другого девушка здесь ходили же. Ну, как бы с вашей стороны... Я шучу, я пранк. Что-то с вашего лица уже потеряли. Нормально. Да, наши ребята, как бы наши бабники, да, вот, грубо говоря. Негізгі табыс көздерінің бірі интернет екенін білдік, ал бизнес бастау ойда бар ма? Бір-екі аптаның көлемінде өзіміздің жеке паспортымызды ашамыз. Өлә, Маржан! Мен аяққа сұхбатқа дедей чекенді бір-екі аптада ашамыз деп айтып қойдым ғой. Чекендеріңді, бургерлерің бәрін дайындаңдар, мен келе жатырмын, бүгін ашамыз. Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, мен сіздермен көптен бері бөлісем деп жүрген жаңалығымен дәл қазір бөлісетін сәт келіп жетті. Тараз қаласынан өзіміздің Day атты фастфудымызды аштық. Достар, бұл жерде Қазақстанда бұрын соңды болмаған ерекше чекендерді, бургерлер, суши, пиццалардың барлығын осы жерден таба аласыздар. Дәмі сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Олай болса кеттік, ішпен таныстырайын. Қаласыңдар, приветик. Достар, мінеки, өз жерден заказ бересіздер, сыртта отырсаңыздар болады, және де екінші этажда отырсаңыздар болады. Сонымен қатар, достар, бургерлердің барлығы 390 теңгеден. Представляйте деген жөнді дұрыс айттым ба? Дұрыс, кеттік онда, екінші этажға барамыз, а? Кеудедегі қан айдайтын бұлшық ет, сені көрсем естілетін неліктен. Достар, мінеки, екінші этажы өздеріңіздің жақындарыңызбен, достарыңызбен келіп, осы жақта тамақтансаңыздар болады. Сонымен қатар, доставка бізде Тараз қаласында бесплатно. Біздің адресіміз Қойгелді 209А, баршаларыңызды асыға күтетін боламыз. Келіңіздер. Здравствуйте. У вас... Не получится. Чего? Ну, получится. Чего не получится? Ну давай, я не буду ничего говорить. Да? Ну, как да, бы всё, по-свойски, ну, вот, вас фоткать. Не надо, спасибо. Ну, давай, братан, фоткать, а? Да не, все нормально. Я тебя видел. Ай, брат. Я как читала, короче, но я тебя знаю, видел. Да? Короче, Тема, да, понял? А где камера? Где ксро көретін болғанға, короче. камера? Салам, где камера? Салам. Все, тогда удачи вам. Да. Я вам могу помочь? Что-то искали? Кофе где продают? Кофе, вот, внутри продает. Ішке кірсеңіздер, тіке жүрсеңіздер, осымен тіке жүре бересіздер, алдарыңыздан аю шығады. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым десеңіздер. Өлтірем, я. Білмеймін, ойнап айтып отырмын. Сау болыңыз да бұл. Сәт сапар, ақжол қара трасса дейді ғой бізде қазақта. Ел ырысы, жер ырысы дейді. Инемен құдық қазғандай, вот как говорится. А сегодня парк не откроется. А вы знаете, сегодня что открыто? Мое сердце бьется. Девушка, вот, и вам на парк надо, да? Вы типа гулять, типа, да, вот. Если хотите, давайте для вас я весь парк открою сейчас. У меня ключ есть. Ну, надо, чуть маленький просьба будет с нашей стороны. Ваши маленькие, молодченький такой номер нужно, да, вот, потом, типа, общаться, делаться. Ну, как бы, я тоже непростой человек, сейчас я старше здесь. У меня зарплата 40 тысяч был, а сейчас знаете сколько? 45 тысяч, айналайын. Уже я с такси хожу. Баяғыда айтыр, автобуспен келетінбіз ғой, қазір таксимен, айтыр, Яндекске деп қой. Водитель приехал, уже выхожу дегенді басып қоясыз ғой, қазір үйреніп алғансыз ғой. Все, давай, пока. Ой, саламатсыз қа? Ақбек келсеңші. Мен осыдан бір-екі апта бұрын ше, 40 000 теңге айлық алып ше, кәдімгідей жұмыс істеп жүргем, қағанатқа барып, старший болдым қапке.
Да? Көтерілдім. Молодец. 45 мың айлық алам. Старшим кеше Басекеңді қонаққа шақырып 1-2 стакан ішпек. Сен старшийсың деді, содан кейін 45 мың айлық. Өлтірем. Извините, молодые люди. Извините. Извинили, да? Ну, извините, вот извинили, да? Да, извините. Прошу прощения, да, вот. Больше не повторится. Все, брат. Здравствуйте, девушки. У вас маска есть, да? У собачки есть маска? Нет. Вы знаете, уже сейчас на красном зоне Алматы. Пожалуйста, оденьте маску. Ну, хотя бы вот так. Держите, да? Ау? Туалет? Мына жерге ұра берсе радым. Сізге ма? Онда мынаның ішінде туалет бар. Мына жерлерде туалет бар еді, ол қазір ашық па, ашық емес білмеймін. Қастан жабық тұрады. Іштен шығып келатсыздар ма негіз? Прямо ой жүрсеңіз, ана кофе сататын жер бар ғой. Ау? Өз жерден. Қазір старшиймын ғой. 45 мың айлық. Алып қоя деп қоясың. Кешке қағанаттасың ғой, короче. Ютубтан несі болды ғой? Танымадыңыз ба? Түрім таныс болып тұр ма? Ана, бір жерден көрген сияқтысыз ба? ННН-мін ғой. Армандар орындап деп қойса. ННН деп қойсын. Нет невозможно ничего деп қойса, короче. Ехб бокс деп қойса, короче. Отваса сестрёнка деп қойса, короче. Видео, ол баяғы кассетада ғой. Видеолар қазір өшірдік қой, кассетада. Палаттың астындағы тойларды білетін мен қарындасым айналайын. Музыкант болған ба, сұқтанып тұрып жанарың. Өзім шығарғам. Атаңа жас кезі жатпайтын ақ. Сонымен қатар менің Instagram парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Ол жақта пранктан бөлек қызықты сәттерді, қызықты видеоларды салып отырам. Тіркеліп қойыңыздар. Здравствуйте. Еще раз соска деп қояды. Соска деп қояды. Здравствуйте. Девушка, это... Что? Вот так стоите? Зачем? Нет, я что-то хочу говорить. Да ты уже мне говорила, хватит. Нет, девушка, это пранк. Это пранк. Стой, подожди, что такое? Пранк говорю. Какой пранк? Я пранк сделал. Девушка твой, да? Ну иди, делай. Можешь не мешать жить. Не понял. Братан, ну просто не можешь, а? Что такое? Вот там снимаем пранк. Давайте. Атаңа көке деймін да. Жастар ғой жаңағы, розыгрыш деп жүрміз да, атаңа. Алдап отырық ба. Молодец. Өлтірдің көке, я? Кім, тоқташ? Есімін қайталаш? Есімін қайталаш? Джонни деп енді қайталаш. Көршілерім ойық, қатты шыңғырмаш. Это. Ирина Кайратовна, елки-палки, все. Парк жабық па? Сарыңы, кәшіңі, өсіңі. Шаушын, өкеді, өші. По-русски можно говорить? Няшау. Шаушын, ғайны, өді, өді, қарасыны. Анасио, тарауны. Не понимай, не понимай. Шыңа, шаңа, рахмат, рахмат. Парк работает или не работает? Ертең ашады ау деймін, по-моему. Қазақша сөйлей аласыз ба? Ау. Қазақша сөйлей аласыз ба? Өлі қазақпын ғой? Неге қуып тұрмын? Өлі, не қылды? Қош, қытайша сөйлеп жүрсің. Енді мен Қытай тілінде оқымайын ба? Ертең үй жұмысыма дайындалып тұрмын ғой. Өзің деп не қылдып тұрмын алайын? Қатырады? Өлі. Қатырады? Ертең мен үй жұмысын тапсыруым керек айналайын. Ертең экзамен бізде. Соны үй жұмысын қайталап тұрсам. Енді маған не қатысы бар ой жұмысыңызды? Мен сізден просто так барып жұмыс істеймін. Ұмытып қалдым қара, шараң шыңа, сау. Сіз ба ана жерде жұмыс істедіңіз? Мен бек жұмыс істемеймін ғой. Енді неге күзетіп киіп аласыз?
не үшін күзет деп киіп аласыз? ойбай күзет деп менсінбей тұрсың ба мені? Жоқ, просто мен барып келейін де, сіз күзет болғаннан Ойбай айналайын, осы тұрғанда айналайын, 45 мың айлық аламыз, шүкір. Жоқ, ол айлығыңызда шаруам жоқ. Біз дегенде осы жерде жұмыс істейсіз ба деп сұрап тұрмын. Типа, мынау күзет деген форма киіп алғансың, соның материалы ескіріп кеткен, новыйын алуға ақшаң жоқ па деп, жаңағы әлдеқандай болып тұрсың ғой, керек емес, иә. Қой, әлдеқандай болып тұрсың ғой, қасқам. Тау көрдім, тас көрдім, сендей қызды бірінші рет көрдім, айналайын, керек емес, иә. Әлдеқандай болып тұр ғой, керек емес, қой. Жоқ, мен сізге бір сәттен жоқ, біз барып жұмыс істей ма, жұмыс істемей ма деп сұрап тұрмын. Тек масқара тек міне, қып айналайын. Жоқ, басқа кісі бар ма? Турциядан сізде? алып келгем. А? Басқа кісі бар ма? тағы Ойбай, мен саған жетпей тұрмын ба? Тақияңа тар келіп тұрмын, керек емес, мынау тағы басқа біреу бар ма деп тұр ғой. Иә, мақұл. Сонымен бақытты болып кетті, иә. Жоқ, дұрыс жауап беріңіз. Әлдеқандай болып, мен адам ұстап сезімімді білдіргім келіп тұр саған, ұнатып тұрсам, керек емес. Иә. Бүгін бір қағанатқа шақырып жіберейін десем, естіп шығасыңдар ғой, керек емес айналайын. Ағай, шығуға бола ма көп адаммен, соны білгім келіп тұр. Все.